Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясының сюжеті мен композициясы. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың композициясын, жанрлық ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау. Сабақ мақсаты әдеби шығарманың композициясын, жанрлық ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау. Осы мақсаттан бағалау критерийі шығады. Ол әдеби шығарманың композициясын, жанрлық ерекшелігін айқындайсыңдар. Екінші, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдаймыз. Сабақтың бағалау критерийіне байланысты мынау 5 қадам әдісі бойынша талдау жасаймыз. Тыңдайық. Бірінші, ділдәні алуға барған Абайдың көрген 5 дәстүрін атайсыңдар. Екінші, Абайға қатысты 5 эпизодты әңгімелейміз. Үшінші, бөжейдің асын өткерудегі Абайдың 5 елеулі еңбегін тізіп айтып шығамыз. Төртінші, Абайдың аналарына қатысты 5 ақпаратты анықтаймыз. Өрде тарауындағы өзіңізге ұнаған 5 жағымды ақпаратты айтамыз. Сосын алтыншы, өзіңізге ерекше әсер еткен кейіпкердің бойындағы 5 жақсы қасиетті атаймыз. Және жетінші, соңғысы, өзіңізге ерекше әсер еткен кейіпкердің бойындағы 5 жағымсыз қасиетті атайды екенбіз. Міне, кітап дәптерімізді ашып, тапсырмаға дайындаламыз. Ал балалар дайын болсақ, жауап берейік. 5 қадам. 5 қадамның біріншісі Ақерке жауап беремін. Ділдән алуға барған Абайдың көрген 5 дәстүрі: қалың мал, ілу, киіт кию және құдаласу. Дұрыс, дұрыс. Екінші, Абайға қатысты 5 эпизодты әңгімелеңіз дейді. Тыңдайын, Әлтұран. Абайға қатысты 5 эпизодты әңгімелеңіз. Қайтқанда бөлімінде Абайдың ол жерде байқампаздығы мен байсалдылықпен жауап қайтаруын байқауға болады. Дұрыс. Келесі, рахмет. Келесі, бөжейдің асын өткерудегі Абайдың 5 елеулі еңбегі. Бөжейдің асы ол ең үлкен ас сол кітаптағы. Бұл жердегі 5 елеулі еңбегі жауапкершілігі, қонақжайлылығы, ұйымшылдығы, мәрттігі, ақкөңілділігі. Дұрыс. Келісеміз ғой, Ал енді 5-ші, өрде тарауындағы өзіңізге ұнаған 5 жағымды ақпаратты айтады. Мөлдір. Маған ұнаған 5 жағымды ақпарат: Абайдың ділдәға құда түсуі, бөжейдің асы, Абай мен Тоғжанның көрісуі, ауыл жастарының сауық құруы, Абайдың ауылға дейін ән айтып баруы. Жақсы. 6-шы, өзіңізге әсер еткен кейіпкердің бойындағы 5 жағымды қасиет. Жұлдыз айтсын. 5 жағымды қасиеті: батылдық, жауапкершілік, ақылдылық, сабырлық, шашқыншылық. Жақсы. 7-ші, өзіңізге әсер еткен кейіпкердің ерекше жағымсыз кейіпкер. Жағымсыз кейіпкерлердің жағымсыз әрекеттерді Дәулет айтам дейді. Бұл жерде өзіме ерекше әсер еткен Құнанбай. Ол Құнанбай өте қатал, сым, ал байсал болса, Абайдың әкесінің кінәсі үшін сәлемін алмауы. Сонда 5 жағымсыз қасиеттер осы деп есептейсің, Жақсы. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты жанрлық ерекшелігін және уақыт пен кеңістік тұрғысынан анықтап талдау етін. Міне, осы мақсатты ашу барысында біз мына тапсырманы орындаймыз. Тақтаға назарымызды аударайық. Логикалық мағынаға негізделген эвристикалық жобалау технологиясы. К1 көтерілген мәселені анықтаймыз. К2 мәселенің өзектілігін білеміз. К3 мақсатты аудиториясы анықталады. К4 астарлы, тұспарлы ой айтылады. К5 көздеген мақсатын анықтаймыз. К6 фактілер мен көзқарастар туралы жауап береміз. К7 қарама-қайшылықтарды анықтап айтып береміз. Кәнекей, дайын болсақ, қолымызды көтерейік. Бірінші, көтерілген мәселе бойынша.
айталы. Көтерілген мәселе. Бірінші мәселе нағашыларын қол қусырып тағзыммен қарсы алуы. Екінші, Абайдың қонақ жайлылығы. Үшінші, Абайдың нағашыларына деген ілтипаттылығы мен сыйластығы. Рахмет аяулым. Екінші, мәселенің өзектілігін Жұлдыз айталы. Бұл жерде Абайдың қонақжайлылығы мен ілтипаты жауапкершілікті сезіне білуі. Жақсы. Енді осы роман өрде бөлімі кімге арналған екен? Яғни мақсатты аудиториясы кімге? Айталы. Абайдың ауылға асыға қайтуы, Байтас пен Жұмабайдың Абайды сынауы және үлкен үй мен күншығыс жағына тігілген қонақ үйлердің алдында бір топ адамның қарсы алуы. Дұрыс, жақсы. Келесі. Енді осы бөлімдегі астарлы тұспалы ойы осы бөлімнің. Ағнұр. Сол антырғанның баласын сәлемін алушы ма ем деп Байсал Абайға қабағын түйе қарады. Абайдың екі беті дуетті, оқыс жалын беті емес, ішінде шарпып өткендей кінәлі, ренжіген жазықсыз баланың отты көздері жарқ етіп, Байсалға қадала қарады. Бөжей Абайдың күйін жақсы таныған сияқты еді. Байыптап қарап балам, жөніңді айтшы. Бізді көрсең сәлем бер деп әкең айтып па еді, жоқ өздігінен істедің бе, деді. Бөжейге әкем емес, өзім беріп тұрған сәлемім, деді Абай. Жақсы. Енді К5 көздеген мақсаты. Абайдың білімге деген құштарлығы, Абайдың шығармашылық өнерін осы мақсатты көздеді. Рахмет, дайындалған екен. К6 осы бөлімдегі фактілер мен көзқарастар дейді. Фактілер бойынша кітабына тағы да ерекше сүйсіне ынтамен үңіледі. Бұл кітапқа қазірдегі Абай ықыласы тіпті бөлек. Жақсы, рахмет. Ең соңында К7 қарама-қайшылықтар. Қандай қарама-қайшылық туындады? Әлтұран? Жаңағы Ағнұр атап өткен бөлімде Абай өзінің ілтипат білдіріп сәлеміне қарсы жауап алады ғой Байсалдан. Сол жерде қарама-қайшылық сол деп ойлаймын. Осы сабақ бойынша кері байланыс жасайық. Сабақ бойынша ойыңды бөлдір әдісі. Қандай жаңа білім алдың? Абай жолы романның осы бөлімінен қандай жаңа білім алдың? Нұриза? 5 қадам әдісі арқылы дәстүрлерді, кейіпкерлердің жағымды жағымсыз қасиеттерін талдай отырып жаңа ақпарат алдым. Жақсы. Алған біліміңді қолдана аласың ба? Ағнұр? Әрине қолдана аламын. Себебі өмірде жақсылық жасау, батылдық, жауапкершілік, ақылдылық сияқты қасиеттерді қолданамын. Ауылда да кездесе ас беру, той беру мүмкін. Сонда ауылдың жастары негізі қызмет атқаратын жастар. Бәрімізге алған білімімізді қолдануымызға болады екен. Саған қиындық тудырған түсініктер, Жеңісбек? Бүгінгі сабақта қиындық туғызған ол логикалық маған негізделген эвристикалық жолдау техникасындағы К7-дегі қарама-қайшылықтар тапсырмасы болды. Ол не үшін қиындық туындады деп ойлайсың? Бұл өрде бөліміндегі қарама-қайшылықты табуға қиындық туғызды. Қарама-қайшылықты түсіне алмадың, иә? Жақсы. Рахмет.